Шайхы Бұрхы бірде Ібілісті көріп қалады. «Әй, малғұн» дейді, оған дауыстап, «Осы сен адамды азғыруыңды қашан тоқтатасың? Мен оны өлгенше азғыра беремін, әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін қолайлы сәт өлім сәті» депті. Шайхы Бұрхы: «Не үшін олай дедің?» Пенденің ақтық демі тақағанда оны шөл қысады. Бірақ қасындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл халінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды беремін деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайды. «Малғұн, бір кесе таза суды саған кім береді?» деп сұрайды. «Менде таза су жоқ». Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетхана менің үйім болғандықтан мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкірігін бетіне шашып жіберемін депті шайтан. Шайхы Бұрхының тұла бойы түршігіп кетеді. Содан бастап әжетхана ішінде түкіруге болмайды деген тыйым қалыпты. Әжетханаға кірерде дыбыста. Тағы бір аңызда Әзіреті Әли дәретханада жүрген Ібілісті ұстап алыпты. «Мұнда не істеп жүрсің, ей, малғұн?» деп қылғындырады. Ібіліс: «Алла дәретхана мен моншаны менің үйіме етіп берген. Осында қоныстанамын» дейді. Әзірет Әли: «Бұдан былай мен келе жатқанда дәретханада отырмайтын бол. Әйтпесе шауып түсемін» дейді Зұлпырқарын көрсетіп. «Мақұл, тек бір шартым бар» дейді малғұн. «Айт» дейді. «Сен келе жатқанда дыбыс бер. Мен соны естіген бойда жоқ болайын» дейді. Әзірет Әли шайтанды босатады. Содан барып Әзірет Әли дәретханаға кірер алдында жөткірініп дыбыс береді екен. Осы оқиғадан соң үйші, моншаға, дәретханаға кірерде дыбыс беретін әдеп пайда болыпты. Жөткірінгенде шайтандар Әзірет Әли келе жатыр деп қашады деген сенім бар.